Осындай жақсы нотада Алла разы болсын. Жазылмағандарыңыз міндетті түрде жазылып қойыңыздар деген өтініш. Құдай сақтасын деген дұрыс па? Дұрыс. Тфай деген сөз дем салу деген сөз. Шүф деп түф деп айтқан. Сөйтіп дем салу деген сөз. Тфай деп бетін бытшын шығарып түкіріп тастамау керек, түйе сияқты керек емес нәрсе. Сілекейіңізді жер дүниеге жағудың керегі жоқ. Қазіргі балалардың барлығы жиіркеншек, сондықтан алдында протезің түсіп қалып сілекейіңмен керек жоқ, бәрі керек жоқ. Әшейін сөп деп дем салу. Немесе басын бата сипасаң ең жақсы сол. Ең патолог қазіргі түкірудің, дем салудың ештеңе керегі жоқ. Қолың жайып дұға қыла бер. Ад-дуа мифтахур рахма. Дұға жақсылықтың кілті. Ережептің орадасын қазір ниет қылып ұстасам бола ма? Болады, айналдым. Тамақ ішпеген болсаң, қабыл болсын. Сіз қай мешіттесіз? Мен Астанадамын. Зарулем Құран оқып жүрмін дейді. Жақсы. Бірақ Яндекстің шопыры болсаң, отырып алып, клиентті салып алып, Құран оқудың керегі жоқ. Өзіңіз кесіп қойып, Құранды қосып қоюдың қажеті жоқ. Мен енді сондай уағыз тыңдаймын, сондай бір авторитетный адаммын деген керек емес нәрсе. Біреуге мақтанып, қатты тыңдағыш болсаң, наушник қойып, наушникмен тыңдай бер. Больницада, автобуста қазір отырып тыңдағандарға қатысты. Наушник бар, наушник қойып. Өткенде бір апаның несін маған жігіттер салып қойды, көріп менде бөлісіп қойды, менде ниеті шығар. Құлағына қайта өйтіп мені қарап қойды. Құлағына бүйтіп мен айтқанын тыңдайды, мен тыңдап бара жатыр екен да. Соны артынан біреу тұрып видеоға түсіріп салып қойды, соны көрген едім. Енді адамның ниетіне риза болдым. Мен тыңдаған үшін емес, ниетіне сондай риза болдым. Сондықтан Алла разы болсын. Жалпы уағыздарды, Құрандарды тыңдайтындар тек қана құлақ наушникпен тыңдаңыздар, дұрыс сол болады. Балам 13-ке толатын еді. Соға толмай жатып нәпіл садақа беруге бола ма дейді. Әлбетте болады. Сонда не, тек қана 13-те беру керек па не садақаны? Жоқ, бере берсейші. 13-те де бер, 12,5-да да бер, 11,5-да да бер, 10-да да бер. Мал сою обязательно шарт емес қой. Малды бөліп құсақтап бер. 11-де бер. Тек қана жұма күні Құран оқытамын деген қателесіз. Четверг күні оқыт, среда күні оқыт. Среда күні прием болмай ма не? Жоқ, бүгін Құран оқымаймын. Неге? Бүгін вторник қой бүгін. Бүгін онда өлуге де болмайды да вторник күні. Бола ма сол? Понедельник күні болмайды. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Оқи бер. Күн түн дұға қабыл болады жан. Жүкті әйелге дейді, намаз тоқтатуға бола ма дейді, отырып оқиды. Қиналса, сұрау үлкен болып, тұрып, отыру, сәжде қылып қиын болса, айналдым, отырып оқи бер жаным. Ережеп орадасын қаншасына дейді, ұстай бересіз, бір ай ғой, 28-29 болады, ұстай бересіз. Ортасынан, аяғынан, кез келген жерден ұстай беріңіз. Нәпіл ораза, Алла ризалығы үшін деп ұстай бересіз. Бүгіннен бастасаңыз болады. Семьяда күйеуі Олимп ойнай берсе, әйелі ажыраса берсе, болады ма? 4 бала бар. Кімді көп ойлаған дұрыс? Бала шағаны ма? Әйел өзін ойлағаны ма? Мен өзін ойлаған әйелдерді көрмеймін. Қазақ әйелі ұрпақты ойлайды. Қазақ әйел баланы ойлайды. Баланың келешегін ойлайды. Әйелді енді санасыз қыз сан қой болады дегендей бар шығар, енді ішінде жаңағы 54-ке келіп сезім оянып кететіндер. Сондықтан енді ары қарай өздерің біліңдер, мен де ары қарай енді бір махаббатым тауып алып, мен де бір сезім оянып кетіп, бір стоматолог ба, біреуге үйленіп алайын деген. Бір кісілер стоматологқа үйленген ғой, сол сияқты болып кетіп, аузыңды ашып жүрем деп, басқа нәрсе болып кетіп жүрмесін. Сондықтан жаным айтпақ болған нәрсем, ұрпақты ойлайды қазақ әйелі. Бірақ енді ойнай берсе, әлбетте бұл бар нәрсенің берекесін қашырса, онда ажырасу емес, мен кішкене бөлек тұруға, шарт қоюға қояр едім. Аға, босануға бара жатырмын дейді. Иншалла, мен үшін дұға жасап қойыңызшы дейді. Соғысқа баратқандай айттың ғой жаным. Соғысқа кетіп баратын, елім қош болыңдар, жоңғар шапты дегендей. Жоқ, олай болмайды жаным. Аман сен бар, аман сен кел. Саға дейін талай барған, сен де аман сен келесің, Құдай қаласа. Перзентіңмен аяқ қолыңда аман сен жинап қайтып адам. Намазда ойын бұзыла береді. Енді оқып жүрген едім дейді. Бәрінікі бұзылады, ішіне кетпейді. Сол бұзылып жүріп түзеледі. Сен бастай бер. Ой, бұзылып кетті деп, өйтіп переживать етпе. Бәрі орнына түсет жаным. Бастап үйрене бер алтыным. Бастап үйрене бер. Жақсы болады. Ер балалар неше жастан бастап 5 уақыт намазды бастағаны дұрыс дейді. Түсінік ой келіп, өзі Алланың құлшылығы екенін түсінгенде парыз болады.
яғни балиғат жасына, кәмелет жасына жеткенде. Ал енді кішкентай балалар тұрып оқыса, оқи берсін қасыңызда, ол тәлім тәрбиелеу үшін жақсы болады. Адамнан айналма деп неге айтады? Себебі бұның шариғаттағы нормасы сыйыну үкіміне келеді. Кез келген нәрсенің сыйыну дәрежесіне жеткенде айналу дәрежесіне өтеді. Ал енді адамды айналма деп ата-бабаларымыз айтатын себебі бұл адамға сыйыну іспетін көрсетеді. Сондықтан қағбаны айналады, білесіздер. Сондықтан айналмайтын сол зираттарды, мазардарды айлануға болмайды. Бұл ширкке дейін өтіп кетеді. Сондықтан қалай болғанда да ата-бабамыз адамны айналма деп бекер айтпаған, бұның түбінде үлкен ұлағат бар. Енді қазіргі соңғы нелерге салатын болсақ, мен енді психологиямен айтпай тұрмын, адамның биополисіне кіресіз, сондықтан деп түсіндіреді біздің психологияда. Мен енді психология жағын айтып тұрған жоқпын, дін жағын айтып тұрмын. Еңбек үшін алғыс дейді. Біраз жастардың көзін ашып, қасиетті жұмада мұсылман еліне дұға етейікші. Бүгін Йемен, ақш-қа, Великобритания соғыс ашты дейді. Еліміз аман болсын дейді. Әумин. Әумин. Сәлеметсіз бе? Қаза ораза күндерін күн сайын ұстауға бола ма? Болмайды деген рас пе екен? Қай күндер ұстау керек? Қаза оразаны былай түсіндірейінші. Ораза екі түрлі болады. Үш деп айтқандар бар, біраз екіге бөлген жақсырақ болады. Екі түрлі болады. Міндетті болған және міндетті болмай ерікті болған. Обязательный и не обязательный. Обязательный оразаға не кіреді? Бірінші бұл Рамазан айының кірген кездегі оразасы келеді. Екіншісі, осы Рамазанның ішіндегі өткізіп алған қазалары келеді. Үшіншісі, енді сіз қаза ұстаймын деп отырсыз. Үшінші, ораза айында бұзып Рамазан айында соны толтырған жазасы келеді. Ол каффарат деп айтылады. Үшінші ораза бұған кіреді, ол қарыз оразалар. То есть қандай? Уәде, нәзір. Ой, осындай болса мен 3 күн ораза ұстаймын. Мынандай мақсатыма жетсем 4 күн ораза ұстаймын или 1 күн ораза ұстаймын деп, алдын ала отвечаю деп, Құдай үшін деп ант беріп ұстайтын оразаны нәзір ораза дейміз. Сонымен осы оразалар міндетті болады. Бұдан қалған оразалар нәпіл болады. Қосымша. Енді нәпіл оразаны, дополнительный оразаларды жұма күндері ұстамаған жақсы дейді. Мына міндетті болған оразаларды жұма күні ұстай бересіздер. Бұдан проблема жоқ. Қаза ораза міндетті болып табылады. Сондықтан міндетті болғандығы үшін бұл жұма күні ораза ұстамайды деген макрух амалынан жоғары тұрғандығы үшін шариғи үкімінде жұма күні қаза оразаны ұстай бересіз. Тек қана қаза оразаны, яки болмаса оразаны өмір бойы ұстамасын деген үкім бар. То есть не деген сөз? Яғни адам аш болып, денсаулығы бұзылып, мысалы тоқтамай адам өлгенше ораза ұстай берсе, ұстайды, Рамазан айы келіп, тағы бір ай ұстады, бір ай деген ораза айт күні аш жіберді да, дәлше ораза ұстап кету, бұл денсаулықты құртады. Адам бір режимі бұзылады. Сондықтан тәкаппарлыққа кетеді. Елдің бәрі біледі, сен оразасы, бұл ораза ұстайды. Өзіңе де бейт походкаң өзгеріп қалады. Сондықтан егер қатты ұстағың келсе дейді, Дәуіт пайғамбардың оразасын ұстаған жақсы дейді. Дәуіт пайғамбардың оразасы қалай еді? Бір күн ұстап, бір күн ашады, бір күн ұстап, бір күн ашатын еді. Ал енді қаза оразаларды ортасын үзбей ұстасаңыз да болады, қаза оразаларды ортасын үзіп ұстасаңыз да болады. Мысалы, бүгін жұма, мысалы бүгін ниет қылдыңыз да ораза ұстадыңыз, қазаға болады. Бірақ желательно басқа күндер ұстаған жақсырақ дейді. Десе де ұстасаңыз қабыл болады. Немесе 2 күн қатар ұстаймын, сүгін ашам, өзіңіз білесіз. 4 күн ұстап, 1 күн ұстамаймын, өзіңіз білесіз. Байжархан Сейдалы дейді. Сложно с этим поспорить. Тигр есть тигр. Деп президентіміз айтқан. Келіншегім өзгерді дейді, Астанаға келіп дейді. О, Астана бәрін өзгертеді. Бірақ сен де өзгерген шығарсың. Сен де күшейт, мейірімдігіңді күшейт, әйеліңе жақсылық сөз сөйле. Әйелдер солай енді түске дейін. Әйелдерді погода дейді. Әйел погода. Бұлайды өзгереді, өзгергісі келеді. Бұл жылтырақ көрсе, соған еліктегісі келеді. Инстаграмдағы бірлерді көріп алады, шашақтарды, бижутерияларды соған қызыға береді әйел. Біреудің ана күйеуі осындай, біреудің ана менікі мынандай деп салыстырып, өмір сонымен өтеді әйелдердікі. Сондықтан сен оның кінәсін іздеме. Сен жақсылық жасай бер, өміріңді өзгертіп, жақсылық амалда болсаң, әйел бәрі жақсы болады. Әйел мен әйел болма деген айтқым келеді, бір сөзбен айтқанда. Су төгіліп жатырса, әруақтар белгі беріп жатырған дейді. 7 нан тарату керек дейді.
түсте ма, түсте болса ол басқа нәрсе. Былтыр жүкті болып ұстай алмадым. Биыл енді еміз өлімін ораза ұстауға болады ғой дейді. Жоқ, баланы толық емізіңіз. Баланың ақысы бар. Ораза ол қарыз мойныңда тұра береді жаным. Баланы 2 жылға дейін толық емізу керек. Толық баланың 2 жылдан асырмау керек. Бала емізіп жүрген аналар 2 жылға жақындатып барып, 2 жыл соңына жеткен кезде кесіп тоқтатасыз. Бірақ бірден кеспеңіз, бала жылайды, өзіңіз де қиналасыз. Сондықтан азайтып барып 2 жаста полный баланы тоқтату керек. Кеше бір жерде көріп қалдым, біреу айтып жатыр екен, 3 жылға дейін емізген анау мынау деп, бұл бір кісі туралы кішкене өтірікті соққанда да кішкене дұрыстап соғу керек та. 3 жыл ешқашан баланы еміздірмейді. Тем более сондай қари кісілер. Қайтқан адамға 3 жыл Құран оқыту дұрыс па дейді. Че 4 жыл оқытпайсың ба не? Болды, мен планды орындап саған, мен өлдің ба, спокойно жататын. Оқыттың ба, нең бар енді? Түсіңе кіріп кетсе, не шошып оянып, не ақ белдің, оқыттың ба саған 3 күн деп қайтарып жібересіз ба, не істейсіз? Ондай сөз жоқ жаным. Оқыта бер, 3 жыл бола ма? Саған өмір сыйлаған адамға Құран оқытып, дұға қылу. Бізде Құран оқыту дегенде мал сою, елді шақыру, ас беру деп есептейді. Жоқ ардақтылар. Дұға қыла бер, үйде жатар кезде оқы, өзің оқы, тамақ ішіп болғаннан кейін ішпей тұрып оқы, үйде балағаң оқы, 1 класстағы деген әңгіме бола береді. Намазды 14-15 жаста оқуға бола ма, ерте емес пе дейді. Кеш емес пе деп сұрасаңыз жақсырақ болар еді. Жаңа ғана айтып едім, қазір 15-тегі балам өзгерді, 15-те балам маған діңкілдеп сөйлейтін болды, деп сөйлейтін болды деп, білесіз ба қанша ата-ана келеді. Содан кейін енді қалай өзгертем, маған алып кеп береді, мынаны өзгертіп бер деп. Бір волшебный кнопочка бар деп есептейді, мынандай таяғы бар, абракадабра, трах деп едоқ десе, бала сразу ассаламу алейкум рахматулла деп шығып кетеді деп ойлайды деймін. Енді біреу әкесі алып кеп жидірдек деп баланы. Мына бір бәле қылыңыз дейді. Бір бәле қылған несі? Мынау осындай жаман болды, осыны бір сізде дейді. Сонда енді бүйтіп абракадабра дейін десем, мен таяғым жоқ еді как раз. Үйде қалып қалған ба білмеймін. Сонымен ары қарадым, бері қарадым, оқыдым, сөйлестім, енді баламен сұхбат тұрғызып, балаға түсіндіріп айтып жіберсем, не өзгеріс болды дейді да, әкесі сұрап. Айттым дедім, абракадабра деп айттым, бетіме қарайды. Не істейді енді, золотой кнопка болса, бүйтіп жіберіп, өзгертіп жіберетін болсақ, өмірдің бәрін басқаша істемейміз ба? Ана тиктоктағы бір имамнан сұрапты ғой, бір атақты имам бар екен өзі. Күніне 100 мың түсіретін дұғаны үйретші деп. Сөйтсе имам айтады дейді, білсем саған айтам ба, жындым ба деп. Сол сияқты ғой, енді ондай болмайды ешқашан. Ережеп оразасы бүгін басталды. Яғни 12-сі ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дейді. Иә, тап солай дұрыс қабыл болсын. 5 уақыт намазды 18 жасында бастадым. Алла қалауымен оразаны сол уақытта бастадым. Қаза болған намаздармен оразаларды өтеу керекпін бе дейді. Өтеу керексіз. Уақыт бар кезде өтей бер жан. Бізде қайтқан адам 3 жыл шек шалу деген бар ғой. Шек деген 3 жыл ас беру, Құран оқыту. Сонда не 3 жылдан оқытпайсыздар ма не? Болды, планды орындап садық деген сөз бе не? Жоқ ондай нәрсе. Бұл қайдан шыққан? Бұның тарихы 3 баласы бар адамнан шыққан дүние. Бір баласы 1 жыл оқытады, 2 жылы 2 баласы оқытады, 3 жылдан 3 баласы оқытады. Содан кейін қайтып айналмаға түседі. Сондай дүниеден шыққан, солай түсініктен қалыптасқан. Өлген адамға 3 рет Құран оқытады деген сөз жоқ айналады. Сонда сіздердің, біздің ең қымбат ата-анамыз, сонда 3 рет шек беруге лайықты ма сонда? 3 жылдан кейін не болды? Болды, отдыхай. Болды. Проблеманы шешкенбіз бізді. Бізді мазалама, спокойно, давай, басымды қатырма. 3 рет керек па саған? Оқыттым болды. Бізді аналарымыз сөйтті ма? Мен сені 3 рет емізем, потом не істесең осы деді ме? Өлгенше өмір сыйлаған адам. Мен өлсем өле берейін, бірақ ұрпағым аман болсын деп тілеген мына отырған аналарға, сонда балалар 3 рет Құран оқыттым, 3 рет мал сойдым деген болды ма сонда? Сонда сол үшін өмір сүріп жүрміз бе біз сонда? Ұрпақтар сонда солай түсінесіздер ме сонда ата-анаңыздың дәрежесін? Так сен оқыттың, расчет, енді мен оқыттым, расчет. Сен оқытың, расчет деген сөз бе? Болды ма сонда? Дұрыс емес ол. Оқыта беріңіздер. Бүгін бекіту керек пе еді? Егер тамақ ішпеген болсаңыз, бекітіп ниет айтып кете беріңіз, ішіп қойған болсаңыз, ертең ниет қыласыз. Америка қашан дейді? Америка бұйырса, осы айдың 20-сынан кейін Америка Құрама Штаттарына жолға шығамыз. Арнайы шақыртуменен бұйырса Американың 16-17 қаласына кездесу өткіземін, Құдай қаласа. Біздің қандастарымызбен, басқа мемлекеттің азаматтарымен жақсы бір кездесулер бар. Сол мемлекеттің дін қызметкерлерімен кездесулеріміз бар, конференцияларымыз. Америка Құрама Штаттарының президенті Джо Байденмен бірге тамақ ішу белгіленген бізге. Сондықтан нәсіп болып тұр екен, иншалла барамыз. Алла амандық берсін.
рассрочка умраға баруға бола ма? Жоқ, керек емес нәрсе. Рассрочкаға қарыздың үстіне қарыз барып қайтесіздер, айналдым. Сол Меккеге қарыз алып барғанша үйде бала шағаңның қасында отырмайсыздар ма? Ата-анаңа қызмет қылсаң, сол Меккеге рассрочка барғаннан артық, жаным. Егер біреу қарызға беріп, қарызын сұрамаса, ол басқа мәселе. Бірақ енді банк бәрібір бермесең артығынан қудалайды, процент береді. Ол процент жүрген жердің бәрі дұрыс нәрсе емес. Одан кейін бұл өзі байлардың ғана міндеті ғой өзі. Жаңағы өзі өткенде де естіп алыпты, ана бір қарызы көп адам барып еді, қарызынан құтылып кетті деп айта береміз енді. Бірақ мына жерде қарызы былай қашып жүрген адам Меккеге барып бүйтіп тұрып алып, суретке түсіріп Инстаграмға салыпты. Сөйтсе мына жақтағылар бүйтіп қарап, сорлы, мен қарызын бермейсің бе, өліп қалғыр, Меккеде нең бар десе, сол дұрыс бола ма сонда? Қалай ойлайсыздар? Өзің қарызсың. Қарызды біреуден алып барасың Меккеге. Соңғы Инстаграмға сурет саласың. Сондақталар қары бүйтіп, пляжда қаныңды Меккедегі бүйтіп қарап тұрса, сен еще бүйтіп күшті қылып түсіресің, бүйтіп тұрып, артынан суретке түсіресің. Фонға бүйтіп тұрып, Қағбаның алдында түсіресің. Красавчиксің. Но мойныңда қарыз тұрса, қалай енді? Ережеп айында қанша күн ораза ұстау керек? Өзіңіз білесіз, 3 күн басынан, 3 күн ортасынан, аяғынан ұстасаңыз да 1 күн болса да бола береді. Чикагоға келесіз. Чикагода, құдай қаласа, жаңылмасам, тары ресторан ашылды, сол жерде кездесуіміз өтеді. Чикагомен қазір жоспар құрып жатырмыз, иншалла барамыз. Сол жерге бара жатқанда мен қосылатын группама адам жинап едім, 1 күнде толды. Сондықтан қазір мен баратын группа толық тұр. Жаңылмасам, өнер қырандарында Мадияр бауырымыз жинап жатыр, ал жерде де біраз орын болу керек. Ал менің группам толып қалды, 20-сында, 21-інде сапарға шығамыз. Жаңа туылған балаға құлаған азан айту жақсы нәрсе, сүннетке жақын амал деп айтылады, жақсы ат. Мәселе азан шақыруда емес, мәселе ат қоюда. Жақсы ат қоюға мән беріңіздер. 3 ай бұрын мені қызы ретінде қабылдаған, яғни ана болған мамам өмірден өтті. Түсіме күнде кіреді. Ол кісіге әр апта Құран бағыштасам да, сол күнде кіреді, сол күні де кіреді. Ол туралы не айтасыз деген ғой. Құран оқи беріңіз, жақсы амалда беріңіз, өміріңізді өзгертіңіз. Жүкті әйелдер қайтыс болған жерге баруға болады ма? Болмайды. Бізде кішкене мәдениет жерлейтін жерде мәдениет ұстау қиындау бізде. Талат, құлайды, шыңғырады, сіздің аяғыңыз ауыр, денсаулығыңызға зиян, сол үшін бойында бар адам жаңа өлген жерге бармайды деген қазақтың салты дұрыс. Бостонға, Бостонда бар, Бостонның азаматтары қазір хабарласып отыр маған. Біз дайындап жатырмыз кездесуді. Бостонда қай жерде өтетін болады? Филадельфияда Имам Бухари мешіті бар, сол Имам Бухари мешітінде өтеміз. 4-ші ақпан күні бұйырса. Ұстаз, ережеп айында ораза ұстасам, ораза қарызым өтеле ме? Қаза деп ұстау керек онда сізге. Үйдегілер орыс қызға қарсы дейді. Үйлендірмей отыр. Орыс қызды кездесе береді, жиі дейді. Кежекбай, сен өзі атың керемет екен. Саған қобыландыға, құртқа, алпамысқа күлбаршын, қамбар атаңа назым, ертөстік бабамызға ақ жүніс кездескен, ер тарғынға ақ жүніс, ертөстікке кенжекей кездескен анаң, ал енді Исатай атаңа, Батыр атаңа Мылқым анамыз кездескен. Сол сияқты саған кенжекейге Күлбаршын деген қызды іздесен. Саған Светлана деген болмайды, жаным. Саған жараспайды Светлана. Лена, Татьяна дегендер келмейді саған. Саған сол Күлбаршын, крайний случай жаңағы Томирис деген ізде. Енді олар кішкентай өсіп қалса, бой жетіп қалғаны бар болса, сол пайда өтеді. Енді орысша атын айтып келсе, Тома деп айтарсың енді. Бірақ жаным саған жараспайды ондай. Өзіңе лайықты ал, жаным. Үйренген жау атысқанға оңай дейді. Құдалар біз барған кезде ұяламыз, қиналамыз. Олар құдаларға бас тартпайды. Біз бас жеген елміз. Олар бізге борыш береді. Біздің ішіміз өтіп кетеді құдалықта. Жаман болады, жаным. Олар келеді, жылқыны тартасын сен. Олар жылқының иісі бар деп жемейді, мұрындарын жауып құдалар. Надоели эти казахи дейді. Соқтан қиналасың, жаным. Соқтан зато сен 2 күн бақытты боласың деген сөз бар да. Десе де
көппен бірге бүгін дұрыс болады. Өзіңе лайықтыны ізде жаным. Харипа дейді. Күйеумен некені қайта қиюға бола ма? Жай ғана дейді. Астанадағы күйеу мешітке қидырғымыз келеді дейді. Просто делать нечего, ішім пісіп. Некенің срок годности болмайды ғой. Ана мешітте неке куәлік береді сіздерге. Немесе ЗАГСта. Мына неке куәлігі, иә? Осының аяқ жағында ескерту. Бұл неке қиылған неке срок годности 2030-ға дейін жарамды. 2030-дан кейін пролонгирование жасап, қайтан неке қию керек деген графа болмайды ешқашан. Некеде не өліп құтыласың, не ажырасып құтыласың. Не сот, білмеймін, басқа вариант жоқ. Сондықтан жан, не діннен шығып құтыласың енді, иә. Сондықтан ондай жай әшейін барып, некемізді қиып, әшейін ерігіп, сотталып, келейік дегенде әңгіме болмайды жан. Дұрыс емес. Некені бұл вечный қиылады, бір қиылғаннан кейін болды. Басқа нәрсе жоқ. Түсіңде ақыр заман көрсе не болады дейді. Өзгеріс болады, өмірді өзгеріске алып келу керек деген сөз болады. Бүгін Ереже байының оразасы ма, ертең ба дейді. Бүгін негіз басталды, ертеңнен ұстай берсеңіз болады. Даусыңыз арасында өзгеріп кетеді. Бұл неден ғой деймін? Сеттен немесе біреулер қосыла ма, түсінбедім. Ұстаз, 20 күн операциядан кейін намаз оқи алмадым, қаза болды ма дейді. Иә. Тек қана мынандай үкім бар. Егер комада немесе наркозда бір тәулік өткенде мен бір жігітпен таныстым. Ұшақта мен қасында отырды. Мұхаммед деген бала екен. 1-2 күн комада жатқан. Операциядан кейін басын ашқан екен. Алла шипа берсін. Алла өзі пендеге ажал бермесе өзі өмір сөбіреді деген рас қой. 40 жыл қырғын болса да ажалы бар өледі. Атамыз қазақ айтқан ғой. Тура сол сияқты 2,5 басымды ашып, басынан бір ісік алған екен. Сонда бірге енді Алматыға қайтып бара жатыр екен. Сонда 1,5 сутка ес-түссіз жаттым дейді. Намазымды қазағымаған едім дейді. Енді сол 1,5 сутка намазға уайымдап жатыр да енді. Шариғатта біздің Ханафи мазхабында үкім бар, егер адам 1 сутка көлемінде ес-түссіз жатса, ол намаздар қазаға түспейді дегендей пікір бар. Немесе жынданса деген үкімге келеді сол. Сондықтан бұл нәрсе айналдым, қалай айтсам болады. Жеңілдік, бірақ сізге бәрібір қайтару керек. Ауырғаныңызға Алла шипа берсін. Сізге сұрағым бар еді. Со емес, о ұммен жазылады, ұлт дегенде сұрағым бар еді. Менің қауымым, күйеуім қатты, күйеуім қатты қызғаншақ. Мені қызғанады, көшеге де шығармайды. Сол себепті көп ұрсамыз. Не істесем екен дейді. Бұны любовь дейді. Бұны любовь дейді жаным. Сені қатты жақсы көреді. Қызғанаудың шекарасы ақылға сыю керек. Енді анау көшеде ит өтіп барады, ит қараса, неге қарайды мына ит саған, шарикпен бір бәлең бар ма деп, онда ақымақтық болады. Мысық қараса, ит қараса, бірақ жалпы еркектің қызғануы бұл норма нәрсе. Семьяның бекемделуіне алып келеді. Әйел қызғанса таласы қалып келеді дейді. Сондықтан сенікі дұрыс, күйеуіңіздікі, бірақ шекарамен болсын. Сіз де дауыз демеңіз оған, шамаңыз келгенше түсіністікпен қараңыз. Сізді жақсы көрген деп түсініңіз. Біздің некемізді қиған имам дейді, бөліп қиды дейді. Еще документ бермеді, не істеуге болады. Сендердің некелеріңіз законный, бірақ не документированный болады, ештеңе етпейді. Құдайдың алдында ақ. Сол имам олай жауап береді өзі. Сіздерге шариғи нәрсені мойнына алды, ішіндегі бір шарты дұрыс жасалмаған болса, сіздер оны білмесеңіздер, онда сол имамның мойнында болады, уайымдамаңыз. Ассаламу алейкум, өзбекше біласыз ма дейді. Өзбекше зорам гапырамыз, Құдайға шүкір. Келің, мархамат, қаттан. Yazıyapsız әкежан. Келілі.
Немеремнің дейді, немеремнің кредиті бар еді, садақа ретінде жауып отырсам бола ма дейді. Немереге, балаға, шөбереге садақа жүрмейді. Садақа әкеге, анаға, атаға, әжеге, одан ары атаға кетпейді, берілмейді. Сол сияқты балаға, немереге, шөбереге, шөпшекке, одан ары қарай садақа берілмейді. Неге? Жоғарыға төмен берілмейді. Бауырға, қарындасқа, бауырыңның баласына, бауырыңның қызына, қарындасыңның қызына, қарындасыңның баласына беруге болады, и сауап болады. Балаңызға немереңіздікі өтпейді. Содан кейін, неге немереге сіз бересіз? Немере кредитті алады, iPhone ұстайды, жақсы нәрсе ұстайды, сіз төлейсіз. Бұл не сіз? Неге сіз балаларыңызды жалқаулыққа үйретіп жатсыз? Неге жатып шерге үйретіп жатсыз? Өз алды ма, өз көтерсін, өзі қызығын көрсін. Белі ауырмағанның нан жегенін қара дейді қазақта. Қашанғы сіз өмірде бар екесіз? Тағдырыңызға Құдай, мемлекетімізге рахмет, сізге пенсия беріп дейші. Жоқ болса не, сонда балаңыз не істей беру керек? Өмір сүрмей ме сонда? Жоқ, айналдым, апатай, бермеңіз. Балаңыздың өз тағдырын өз. Сол балаңыз, сол ақшаңызды жинап, өкімет сізге берді. Үстіңізге қанша өмір берді Алла сізге. Жақсы киіміңізді киіңіз, жарқырап жүріңіз, ел жер көріңіз, саяхаттаңыз. Шалыңыз тірі болса, сол ақшаны жинап алып, анау тыға бермей, немереме, шөбереме, шөпшекке той жасайым. Сізге не керегі бар? Шөпшектің өзінің әкесі бар, немересінің өзінің әкесі бар. Сізге оның бір теңге керек жоқ. Аман болсын, дұғасын жаз. Бірақ ел көріңіз, жер көріңіз. Ана бабаңыз Мекке арманы болған. Соға Меккеге барып келіңіз. Бір барсаңыз 2 рет барыңыз. Одан қалса Жапонияға барыңыз. Ақша жинап ел көріңіз, жер көріңіз. Соғым алуың керек, бір мүше күн алуың керек, соны қант алуың керек. Одан кейін тағы бір аштан қалатын заман сияқты, аштан ешкім қалмайды, Құдайға шүкір. Қашанғы ақшаны бүйтіп тыға бересіз аузына. Бақытына сіз бар екенсіз. Жоқ болсаңыз не, өле бере ме сонда адам? Масылдыққа үйретпеңіз балаңызды. Бермеңіз. Аналарға да қатысты ол. Папасынан тығып, әкелер мамасынан тығып ақша бергенді қойыңыздар балаларыңызға. Бұзасыздар балаларды. Еңбектенуді үйренсін, жұмыс істеуді үйренсін, алардың алдында ойлансын. 120 мың теңгеге наушник сатып алып не көрінді соншама? Солай. Даже шариғат бойынша үйленетін баланың ақшасын дейді, бала өзі тапсын дейді, керек десеңіздер. Өзі тапсын дейді. Сонда ана әйелдің қадірін біледі. Бәленбай мыңға беріп, миллион беріп алған әйелдің қадірін біледі. Егер өзі әйелдің аманат екен түсінбесе, онда ең болмаса ақшаға қатын алу оңай емес. Шынымен де әйел алу оңай емес. Қызды күйеуге беру оңай емес. Соның қадірін білсін қыздарыңыз. Ең болмаса да енді дүнием кетіп қалады ғой. Қой енді осы жерге сіңейін, әйтеуір бір шаңырақтың бір ары қарай шайқамайын деп өмір сүруге себеп болады. Кейін өзі үйленіп кетеді өзі. Солай. Дініміз сауап болады дейді, және міндет болады дейді. Бала өз ақшасын өзі тауып өзі үйленсін, өз оқуын өзі көтерсін. Ол сіз бізде анау қай жерде жазылған үй алып бер деген. Қазір кейбір қыздар мамасына претензия қоятын балалар бар. Маған үй әпермедің деп. Жоқ, айналайын. Сені оқытуға міндетті емес, саған тәрбие беруге міндетті. Ары қарай өзің жетілдіріп, өзің жұмыс істеп, өзіңді өзің жетекте. Иә, әке-шешең аман болса әйтеуір сені қорғайды бүйтіп, бір нәрсеге түспесін деп. Мама, ақша бер, кафеден тамақ ішуің керек. Анаған әкел ақша бер. Ұялмайсың ба жігіт болып? Сондықтан ата-аналарыңызды қинамаңыздар, студенттер. Жұмыс істеңіздер. Мен талай балаларды білем. Сабақтан шығып, официант болып жұмыс істейді. Мойкаға барып жұмыс істейтін қыздар бар. Әке-шешесі бар тапқаны береді, олардың жағдайы да жоқ берейін десе. Бірақ сондай болсын балаларыңыз. Сонда ол қадірін біледі. Бір сомның, бір теңгенің қадірін біледі. Бардың да қадірін біледі, жоқтың да қадірін біледі. Бір оқиға айтып берейін сіздерге, қызық болсын. Бір патша уәзірлер бар екен, бір 4-5 уәзірі, министрлер, бірақ министрмен сөйлеспейді екен, бір чабанмен сөйлеседі екен, қойшымен. Сол мына уәзірлер жыны келеді екен да. Патшада ми жоқ вообще. Біз нормальный өмір көрген, зиялы уәзірміз. Бұл патша бізбенің орнына какой-то бір түк көрмеген чабанмен сөйлеседі депті. Соң патшаға шыдай алмай келіп жаңағы айтыпты енді. Сіз хан ием кішкене айнайын деп жүрсіз депті. Не? Сен бізбен ақылдасудың орнына чабанмен ақылдасыз. Чабанда ми бола ма? Сол үшін қой бағып жүр ғой депті.
Соны давай сынап көрейік, сендермен уәзірлермен Шабан деп, жарайды шақыр депті. Соны шақырыпты да барлығының қолына алтын теңге беріпті, мынандай алтын теңге. Содан ортада от жанып тұр екен, барлығына тиынды отқа лақтырыңдар депті. Сөйтсе, Шабан алыпты да жаңағы отқа лақтырып жіберді. Мыналар алтынды ұстаған уәзірлер ғой енді, дурак депті, алтындың қадірін білмейді, алтынның тілләні білмейді деп қалтасын сақ қойыпты. Бұлар алтынды білмейді ол. Соны патша сұрады, уәзірлер сұрап, неге лақтырмадыңдар депті. Бұл алтын ау депті, алтынды қалай тастайсың депті. Шабаннан сұрап, сен алтын екен білмейсің, мен отқа лақтырдың депті. Сөйтсе Шабан айтады дейді, мен білем бұның алтын екен. Бірақ сіздің патшаның бұйрығы мен үшін алтыннан қымбат депті. Патшаның бұйрығы мен үшін алтыннан қымбат депті. Сол үшін алтынды лақтырып жібердім деген екен. Сонда ана уәзірлер деп алып қалыпты. Содан олар енді жарайды жығылмады, жаңа жығылған күреске тоймайды деп, тағы бір сынаңыз депті. Жарайды, алма алып келіңдер депті. Көк алма алып келіпті, шикі. Соны бәріне таратып кетті, жеңдер депті патша. Сөйтсе уәзірлер жұмсақ, министрлер жұмсақ жейді ғой енді. Жұмсақ алма, бір тістепті де ашшы, бір тістеп қатты, жемей қойып үшеуі. Сөйтсе жаңағы Шабан алманы бейті, бір рахаттанып жеп жатыр дейді. Сөйтсе аналар күледі дейді, 3-4 уәзір. Өмір бейшара, алма көрмеген соғырлы, ана алма жеп жатыр, көрдің бе, ана көрмеген соғой депті. Соны нап жемедіңдер, үшеуінен сөзі, қатты, шикі депті. Ана Шабаннан сұрапты, сенікіне қатты ма десе, жұқам жұмсақ болса, жоқ, менікі бұлардікіндей бұдан да жаман қатты депті. Енді нап соншама рахаттанып жеп жатыр десе, сіз маған өмір бойы жұмсақ алма бергесіз. Бүгін бір рет қатты алма түсті. Енді не лақтырып жіберейін бе деген екен. Бұл патша құдай. Ана адам, біреу ынсапты адам қанағатты, біреу қанағатсыз адам. Анау қанағатты ана Шабан. Өмірде жұмсақ жей бермейсің, кейде қатты да түседі. Сол көзде бүйтіп лақтырма. Мен бүйтіп кетем деме, кішкене төмен түссең, мынау да өтеді. Жаңағыда мотивация керектерге, осы мотивация болсын сіздерге оқиға. Өмір бойы жұмсақ жей бермейсің, кейде қатты да жеуге болады. Май асаған байлардың нанға мұқтаж күні бар. Ер басына күн туса, толар сақтан саз кешер, ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер дейді. Сондықтан өмір жақсы бола бермейді. Кейде салқыны болады, кейде суығы болады, кейде әр нәрсесі болады. Соған сіз дайын болыңыз. Ұрпақтарыңызды соған дайындап беріңіздер. Балаларыңызды келешекке дайындап беріңіздер. Біз жоқ боламыз, балалары болады өмірде. Сол балаларды сонда қиыншылыққа да, барлыққа да, жоқтыққа да дайындап беріңіздер. Сонда бала қадірін біледі, сонда жаңағы еңбегіңізді бағалайды. Ал жұма қабыл болсын, күндеріңізге Алла береке берсін. Рахмет назарларыңызға, жақсы күндер көп болсын. Бүгін ер азаматтар жұмаға барыңыздар міндетті түрде. Апайлар, қарындастар, күндеріңіз берекелі болсын. Шерпек салыңыздар, елімізге, халқымызға дұғатшы болыңыздар. Ассаламу алейкум, жақсылық.